6 жыл бұрын жол апатына ұшыраған Алданыш о дүниенің босағасынан сығалап қайтқан. Күлдей боп күлдірей сынған, аяқ-қолмен жамбасты айтпағанда, мойын омыртқасы үзіліп кете жаздап, қайта Құдай сақтады. Облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде 12 күн ес-түссіз жатып, ел үмітін үзе бастағанда ғана кірпігі қимылдаған. Кейін Алматының білікті дәрігерлері бел омыртқаға тиген соққыдан жүйке тамырлар жаншылған. Енді өз аяғыңызбен жүріп тұрыңыз, әй неғабыл-ау деп қорытынды шығарған. Ол бір өң мен түстің, өлім мен өмірдің арасында өткен арпалысқа толы күндер еді-ау. Таң атса күн батпай, күн батса таң атпай, қаншама таңды көзімен атырғанында жадында. Bir ғажабы, бұл жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатқан уақытта түс көреді. Түсінде әлдебір сазбатпаққа батып бара жатқан жерінен бір жылан құтқарып қалады. Жылан болғанда бұрын соңды естіп көрмеген, ұзындығы 4-5 құлаштай кішігірім айдаһарға пара-пар аппақ жылан. Тәйірі, түс дегенің түлкінің боғы емес пе дегенде қойған. Төсек тартып жатқанына 5 жыл өткенде, бала күнгі досы іздеп келіп, Жетісу өңіріндегі әлдебір бақсыға алып барған. Кескен теректей болған мұны көлденеңнен ақызып қойып, әрі-бері үшкіріп, отпен аластап, әлдебір жындармен тілдесіп, өз-өзімен арпалысқан бақсы бір кезде тұрған орнынан сылқ етіп құлап түсті. Есін жиғанды айтқаны. Алданыштың арғы-аталарының бірінде ерекше қасиет болған көрінеді. Оның көзі тірісіндегі қолдаушысы да, сыйынған пірі де, пәленше дейтін жердегі түгенше деген қасиетті бастаудың басында өсіп тұрған жуандағы 6 құлаш қарт еменді мекендейтін ақ жылан екен. Бұл енді сол еменнің түбіне барып түнеуі керек. Түнегенде де ол жылан кім көрінген түнеді екен деп, жоғарыдағы іннен төмен түспейтін көрінеді. Ал ғайыптан тайып түсе қалса, барған адам қандай дертінен болмасын, құлантаза айығып келеді, мыс. Нансаң да, нанбасаң да осы дегендей, бақсы бұған ежірейіп бір қарайды. Көңіл түкпірінде бір үміттің сәулесі жылт ете қалған, жолаушылар көп ойланбастан, келесі күні көз байлана иен таудың қойнауындағы бастауға жетіп жығылған. Бастаудың маңы құлақ құрған танадай өлі тыныштық. Не жүгірген шыққан болмаса, шиқ еткен бір торғай түссеш көздеріне. Кәрі еменнің бұтағына байланған ақтықтың көптігінде де есеп жоқ. Бастау басындағы қимыл-қарекеттерінің барлығы дерлік бақсының айтқанынан шыққан жоқ. 3-ші түні таң алдында көз ілініп кеткен екен. Аяғының мұздап бара жатқан ойын оянды. Досы бұлақтан әрменірек көлікте жатқанды. Не де болса шыдау керек. Аяғынан бастап жоғары қарай оралып келе жатқан жуандығы білектей әппақ жыланды бұрын түсінде көргендіктен бе, болмаса бақсының жетесіне жеткізіп айтқан кеңесі ме, әйтеуір бұл тырп еткен жоқ. Тіпті қорықпады да. Ақ жыланның жайлап келіп алқымына оралғаны есінде. Оянса таң атыпты. Әуелі неше жылдан бері сал болып қалған аяқтарын қозғап көрген. Тоба, жан бар секілді. Bir ғажабы, мұның санасындағы мүгедек едім-ау деген ұғым ұшты келі жоқ. Екі қолымен жерге таянып ептеп бойын тіктеп отырды. Осы кезде көк желкесінен бастап табанына дейін бүкіл жұлын жүйе омыртқалардан тоқ жүріп өткендей солқ ете қалды. Өз көзіне өзі сенбей, жығыла сүріне жеткен досы тұруға талпынып жатқан Алданышты сүйей берді. Авторы Серік Құсанбаев.